Армысыздар. Сонымен президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеудегі шеруге барып қатысты. Тоқаевтың жеңістің 80 жылдығына арналған Мәскеудегі әскери шеруге барар-бармасын Ақорда 8 мамырға дейін нақты айтпай жұмбақтап отырды. Ара медиа арнасында 18 сәуірде шығарған хабарында қадірлі көрермен, өздеріңізге Тоқаев Мәскеудегі шеруге қатыса ма деп жалқы сұрақ қойған едім. Жауап жазғандардың көпшілігі бармағанда қайда барады деп қысқа қайырған еді. Айтқандарыңыз рас болды. Қасым-Жомарт Тоқаев батыс елдерінің басшылары бас тартқан Мәскеудегі әскери шеруге барып қатысты. Бұл шеруге Қытай, Бразилия, Венесуэла, Лаос, Беларусь, Еуропа елдерінен жалғыз Словакия және Орталық Азия елдерінің басшылары бас-аяғы 20-ға жуық шетелдің ресми тұлғалары қатысты. Бір айта кететіні, Әзербайжан президенті Илхам Алиев Мәскеу шеруі өтетін күн таяп қалғанда оған барудан бас тартты. Ресми мәлімет бойынша ол Әзербайжанның өзінде өтетін шеруге қатысады. Әкесі Гейдар Алиевке арналған еске асу шарасының ортасында болады. Бейресми ақпарат бойынша былтыр желтоқсанда Әзербайжанның жолаушы ұшағы Ресей әуе кеңістігінде атқыланып, Ақтау қаласының маңында құлап, 38 адам қаза тапқан соң, Әзербайжан президенті Ресей басшысымен жүзбе-жүз әлі кездеспеген. Осы мәселені ескерген Әзербайжан президенті Мәскеудегі әскери шеруде көпшіліктің ортасында көптің бірі болып тұрғысы келмеген. Дегенмен Әзербайжан әскері Вьетнам, Беларусь, Египет, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан сияқты 13 елдің қатарында Мәскеудегі әскери шеруде сап түзеп шықты. Мәскеу шеруінде сөз сөйлеген Ресей президенті Владимир Путин бір сөзінде шындық пен әділдік біздің жақта, бүкіл ел, қоғам, халық арнайы әскери операцияны қолдап отыр, біз олардың қайсарлығы мен батылдығын мақтан етеміз деп салды. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу. Бір айта кетерлігі, ақш Еуропа елдерде 8 мамыр күні фашистік, нацистік жүйенің жеңілгенін, жеңістің 80 жылдығын атап өтіп әскери шеру өткізді. Бүгінгі Германиядағы Volkswagen және BMW секілді алып компаниялар 1930 жылдары нацистік жүйеге қолдау білдіргендеріне өкініп, жария түрде кешірім сұрап жатыр. Бірақ Еуропа саясаткерлері мен басылымдардың жазуынша әлемге бүгінде қауіп Ресейден төніп тұр. Жалпы мамыр айының мамыр жайлығы күннің көзінде көрінгенмен, ел ішіндегі, ел сыртындағы соңғы жағдайларға қарасақ, айтыс тартыссыз өткен күн аздай көрінеді. Мәселен, үндістандық 22 туристің өмірін қиған террорлық шабуылдан кейін Үндістан мен Пакистан шекарасында зымыран атысы басталып, екі ел үлкен соғыстың алдында тұр. 80 жыл бұрын фашистік Германияға қарсы бірге соғысқан, бірге қан кешіп, жері мен елін бірге азат еткен, ал бүгінде ата жауға айналған бауырлас Ресей мен Украина біреулер үшін екінші дүниежүзілік соғыстың, екіншілер үшін ұлы жеңістің мерейтойын атап өтетін күні 9 мамырдың қарсаңында бірін-бірін атламай тыныш отыруға да келісе алмады. Украинадан ұшқан дрондар Мәскеудің әуе кеңістігінің мазасын алып, әуежайлар жабылып, ұшақтар ұшпай 60 мыңдай жолаушы сенделіп қалды. Ресей жағда Украинаны зымыранмен атқылап, бейбіт тұрғындарын қанға бөктірді. Осы жағдайлармен салыстырғанда ел ішінде бір қарағанда бәрі тамаша. Сәуір айының соңында өткен Қазақстан Халқы Ассамблеясында президенттің кімге қай тілде сөйлеу ыңғайлы, сол тілде сөйлесін, мәжбүрлеуге жол жоқ деген сөзі қоғамда біраз тартыс пен талқыға түсті. Никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны, будут пресекаться и наказываться по закону. Марқұм Шерзат Болаттың ісіне қатысты Талдықорғандағы сот біраз уақыт сайттар мен әлеуметтік желіге ақпараттық азық болды. Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Назарбаевтың мәңгілік көмекшісі Кәрім Мәсімовтің ресейлік көріпкелге жүгініп $200 мың төлегені, Наполеонның 3 қатын 98 мың еуроға сатып алғаны жайындағы халықаралық ұйымның зерттеуі жұрт назарын бір сәтке аудартты. Нұрсұлтан Назарбаевтың бәйбішесі Сара Назарбаеваның ауыр халде ауруханаға түсіп, шетелде жүрген қыздары мен жиендері, немерелері Алматыға шұғыл жиналып алғаны әлеуметтік желіде біраз жыр болды. Бірақ бұл тақырыптар мамырдағы мерекелердің дүмпуін баса алмады. Отан қорғау күні қарсаңында президенттің қолынан әскери және құқық қорғау саласының біраз қызметкерлері марапат алып, еліміздегі генералдың қатары плюс 25-ке көбейді. Кей сарапшылардың жазуына қарағанда Қасым-Жомарт Тоқаев президенттік биліктің қолға алған 6 жылда
Қазақстанда 182 адам генерал шенін алыпты. Бейбіт заманда осыншама генералдар қайдан шықты деп сұрағыңыз келіп тұрса, оның жауабын мен білмеймін. 7 мамырда Отан қорғау күні мен ұлы жеңістің құрметіне Астанада әскери шеру өтті. Шеру өткен алаңға арнайы шақыртып алған тыл ардагерлері, елшілер, қызметтегі жандар, аймақтан келген өкілдер мен белсенді жастар бас аяғы 5000-ға жуық жан қатысты. Қаланың қарапайым тұрғындары алаңға маңайлап та бара алмады. Отаншылдығы мен жанқиярлығы үлгі-өнеге. Біз ұлы отан соғысының ардагерлерін ешқашан ұмытпаймыз. Бұл шеру ел әскерінің айбынын көрсетті деп мақтап жазғандар аспандағы жұлдыздан көп болмаса кем түспеді. Әлбетте, күштінің аты дермен тартып тұрған қазіргідей алмағайып заманда әскеріміздің айбынды, қару-жарағымыздың аса заманауи болғаны бәрімізге өте қажет. Бірақ 7 мамырда Астанадағы әскери шеруде алаңда шеп құрып өткен 200-ден аса әскери қару-жарақ пен техникамызға, әуеде қалықтап өткен 66 әскери ұшағымызға зер салып қарасақ, қорғаныс саласындағы қорымызда жаңа әскери техника мен ұшақтың саусақпен санарлықта екені айдан анық көрініп қалды. Алаңда айбынымызды асқақтатып өткен ескіріп қалған әскери техниканың көбі Ресей-Украина соғысында бірінші күн-ақ жарамсыз болып, металломға тегін өтпей қалғанын бүкіл әлем көрді ғой. Бұған әуе қорғанысымыз толықтай Ресейдің шекпенінің астында жатқанын, төрімізде әлі күнге дейін Ресейдің 4-5 әскери полигоны жұмыс істеп тұрғанын ескерсек, әскери күшіміз айбынды деп мақтану өзімізді өзіміз алдағандай көрінді. Бұл сөзді өзгені зор, өзіңді қор көру үшін айтып отырған жоқпын. Менің айтпағым дыбыстан жүйрік заманауи әскери ұшағымыз бен алыс қашықтыққа атылатын заманауи зымырандарымыздың, таулар мен даланы бір мезетте қалықтап ұшып өтетін әскери дрондарымыздың саны мен қатарын жыл сайын жауынан кейінгі саңырауқұлақтай көбейе беретін генералдарымыз секілді тоқтамай көбейте берсек деген тілек пен ниет қана. Мамырдағы мерекелерге қатысты ақпараттық алаңның тыныш атпағанын да айта кеткен жөн шығар. Бастапқыда мәңгілік полк форматындағы шеру Қазақстанда өтпейді деген ақпарат шықты. Соғыста қаза тапқан аталары мен апалардың суретін көшеге көтеріп шығатын мәңгілік полк дегенді 2010 жылдары Кремль ойлап тапқан еді. Қазақстан біраз жыл Ресейден қалыс қалмай мәңгілік полк шеруін өткізді. Бірақ Ресей Украинаға соғыс ашқан соң мәңгілік полкке деген көзқарас өзгерді. Бұл шеруді Ресей өзінің басқыншы саясатын насихаттау, жеңіс культін дәріптеу арқылы елді соғысқа шақыру бастамасы деп қабылдады. Ел ішінде осындай наразылық күшейгенде мәңгілік полк атауы батырларға тағзым болып өзгертілді. Георгиев лентасының орнына Қазақстан туымен түстес әрі қазақы ою-өрнек бейнеленген лента қолдана бастады. Бірақ батырларға тағзым шеруі 2022 жылдан бері елімізде өтпеген еді. Биыл да өтпейді деген. Бірақ орыс тілді ақпарат алаңында Қазақстанда бұл шеру неге өтпейді деген күңкіл әңгіме көбейіп, қысым күшейді. Тіпті елге жүзі таныс адамдарды жасанды интеллекттің көмегімен сөйлетіп, мәңгілік полк шеруіне өтірік шақыртуды жаппай тарата бастады. Тыңдап көріңіз. 9 мая я пронесу его портрет, чтобы он снова прошел по этой земле вместе с нами. Акция «Бессмертный полк» 9 мая в нашей области состоится, как и планировалось. 9 мая во всех областных центрах Казахстана состоится шествие «Бессмертный полк». Откровенно говоря, мне не совсем понятна позиция нашего президента, сына фронтовика, по поводу проведения акции «Бессмертный полк» в Казахстане. Проявляемая нерешительность в вопросе проведения бессмертного полка может быть воспринята как сигнал охлаждения в отношениях с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. Как аким Северо-Казахстанской области хочу заверить русскоязычное население региона, что никакого запрета на проведение акции «Бессмертный полк» на территории акимата нет и не будет. Кейбір телеграм арналары елге жүзі таныс адамдарды осылайша өтірік сөйлетіп, өтірік шақырту таратқандарды анықтаған. Олардың жазуынша бұл өтірік шақыртудың бәрін Ресей азаматтары жасаған. Бір сәттік өтірік аккаунт арқылы таратқан. Және осы істі жасаушылардың бәрі Қазақстан шекарасынан бірнеше рет өтіп, яғни елге келіп, қазақ банктерінен бірнеше есеп шот ашып тастап ақша таратқан. Бұл мәселені құзырлы орындардың қалай тексеріп жауапқа тартатыны әзірге белгісіз. Белгілісі, осындай ақпараттық қысымға шыдамады ма, әлде өзім айтсам беделім артады деді ме, жоқ әлде құрмет көрсетуім деді ме? 7 мамырдағы сөзінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев батырларға тағзым шеруі өтетінін өз аузымен мәлімдеді. 9 мамыр күні Алматы мен Семей қалаларында батырларға тағзым шеруі өтті. День Победы, День Победы, День Победы. Қоғам қалай қабылдаса да батырларға тағзым шерудің өткені дұрыс болды дейік.
Бірақ солай ойлап сөз көбейтпей тыныш отырайын десең, екінші бір мәселе көңілге тыныштық бермейді. Мәселен, белгілі композитор, ақын әрі әнші Еркеш Шәкеев 31 мамыр күні саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарын еске алуға арналған алаш концертін өткізетінін хабарлаған еді. Кейіннен бұл концерт болмайтын болды деп әлеуметтік желідегі парақшасында өзі жазды. Әншінің жазуына қарағанда күтпеген жерден бірнеше кедергіге тап болған. Біріншісі, Freedom Ticketon сайты еш ескертусіз билет сатуды тоқтатып тастаған. Freedom Ticketon сайты бүгінде Қазақстанда табысы қарыштап дамып жатқан, бірнеше ақпарат құралдары мен сайттарды қарамағына алып алған, шыққан тегі ресейлік бизнесмен Тимур Тұрловтың алып бизнес империясына қарасты екенін айта кетейін. Екіншіден, Еркеш Шәкеевтің айтуынша, Алматы театры қол қойған келісімшартпен алдын ала төленген жалға алу ақысына қарамастан концерт өткізуін ауызша түрде тоқтатып тастаған. Үшіншіден, Алматы театры концерт өткізуге бас тартқаннан кейін 5 күн өткенде Алматы қаласы мәдениет басқармасынан ұйымдастырушылар тарапынан шағым айтылды деген ескерту алған. Осы кедергілердің өзі жағдайдың астарын түсінуге жеткілікті деген ойдамын деген әнші халқымыздың қасіретті тарихына құрмет білдіргісі келген көрермендерінен кешірім сұрады. Ал енді осыны ақылмен түсініп көріңіз. Ресейдің бастамасымен жүзеге асып жатқан мәңгілік полкке ұқсас батырларға тағзым шеруін өткізуге болады. Ал 31 мамырда саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарын еске алуға арналған концерт өткізуге болмайды. Неге? Жауабын өзіңізге қалдырдым. Арнамызға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз. Ара медиа арнасы ашық ойдың алаңына айналып, тәуелсіз журналистика жазақсы келеді. Ал бұл мақсатқа жетуімізге сіздің қаржылай қолдауыңыз бізге аса маңызды. Осы күнге дейін арнамызға қаржылай донат жіберіп, пікір жазып, хабарымызды әлеуметтік желіде таратып, көрермендерімізді көбейтіп жүрген жанашырларымызға мың алғыс айтқым келеді. Екінші дүниежүзілік соғыста марқұм болған аталарымыздың, апаларымыздың рухына, соғыс даласында сүйегі шашылып қалған боздақ бабаларымыздың рухына бағыштаған бүгінгі құрандарыңыз қабыл болсын. Амандықта жүздескенше.